Bұрынғы баяғы көріп жүрген жолдар өзгеріп кеткен. Адам таба алмайды. Сонда да әйтеуір елге келдік қой енді. Өлмеспіз енді бір нәрсесі бар деп. Ауылға қарай неге вокзалға барып, вокзалдан ауылға баратын адамдар жоқ болды. Түн жарымда кім болсын, кім жоқ. Сонымен бір қарай шығып, темір жолдың бергі бетіне өтіп, осы көлдің жағасындағы жолмен, онда жол көлдің жағасында тұғын. Көлдің жағасында жолмен үйге келдім ғой саға. Осы ауылда туып өстім, осы ауылда оқыдым. Онан басқа ауылға жаңағы тұрмысқа шығып кеттім. Сонан енді кейін қалқол құрылғаннан кейін осы ауылда жұмыс істедім. Айдағаным трактор болды. Кеше адамның бәрі соғысқа кетті. Соғысқа кеткеннен кейін осы бір-екі ай ма, бір ай ма оқыдым да мен трактор айдадым. Сол тракторды 10 шақты жыл айдадым. Адамдар келгенше соғыстан сол адамдардың бәрі қайтқанша соның бәрін осы ауылда трактор айдадым да осы ауылда өстім. Кине бар ма? Кине бар екен, иә? Түлкі кинені құйрығымен алда, құйрығына іліп, сүйреп алып кетіп бара жатыр екен, иә? Тек мына балдар көстамай, қыздар ғана ұстайды келді. Шегенде сен біреуді біз тығып қоямыз, үш дегенде кім тығып қоймайды, соның сәбісін сен алып қоясың, мақұл ма? Ой, барасат саған ешкім қалмады ғой. Ой, барасат саған бәрі Яғни біздің осы музейіміз 1990 жылдан бастап қаулы шығарылған, соғылсын деп, құрылсын деп. Одан кейін 1993 жылы 25 қазанда бастап пайдалануға берілген, яғни халық игілігіне қызмет жасап жатырмыз. Яғни бұл музейде Натай атамыздың өмірбаяны балалық шағынан бастап, одан кейінгі өнер алған ұстаздар туралы, одан кейінгі шығармашылық өмірі, одан келе жатып осы 1936 жылы Қызылорда қаласында концерт бригада құрған. Қызылорда облысы бойынша өнерлі азаматтарды жинақтап, үлкен концерт бригада құрған. Сол концерт бригада мүшелері туралы, сол кісілердің шығармашылық өмірі туралы. Одан кейін ізбасарлары, одан кейін Натай атамның 90 жылдық тойы кезінде, 100 жылдық тойы кезінде, одан кейінгі жас буын өкілдері туралы баяндалады. Яғни мақтанытарлық Натай атамыз 1945 жылы, Натай атамыз 1949 жылы Натай атамыз Москва қаласында қазақ әдебиеті мен өнерінің мүмкіндігін ашқан Кремльде, Москвада. Яғни ол үлкен мәртебе, яғни анау адамға ол керемет жаңағы мәртебе, даусының диапазонының кеңдігі, даусының зорлығы өте керемет дарын иесі болған. Яғни сізге қарап тұрып, басқа өзге адамға қарап тұрып, сол кісіге өлең шығарған, суырып салма ақын болған. Натай атамыздың өзінің үлкейген кезінде, қартайып отырған кезде бір айтқан өлеңі бар екен. Өздерің біле нартаймын, нарда болса қартайдым. Арнасы бар да өзі жоқ бұрынғы қызу айқайдың. 50 жыл тарттым сырнайды, сырнайым енді көнерді. Көнергенше сырнайым әніне жұртым кенелді. Шырылдап туған сәбиге жайылыш еттім өлеңді. Дірілдеп тұрған кәріге таяныш еттім өлеңді. Кімің барсың алмаған ағадан жәрдем елеулі. Анне ағам өтіп еді ау, ілгері дау олардың халқы қайын тілдеріне. Әркімнің уақытында айтқан сөз ау, артында нақыл болдау бұл мезгілде. Ырыспай шыққан ақын қыпшақтағы ау, қай жерде айтқан сөзін ұқсатпады. Қартайып жасы жетіп қажығанша, қашқанда қуса жетіп ұқсатпады. Сөздері қандай дүзу бұдабайдың демеген, сөздерінде мынадаймен. Қарасаң айтқан сөзі тартқан сымдай, атқандай дәлдеп көзін құралайдың.
қожадан майлы менен мәделеді ау, олардың сөзі қандай әдемі еді. Бұл күнде пәленше айтқыш деген менен білмейді ау көбі соның дәнеңені. Майлы екен осы өлеңмен малды болды ау, ақынның айтып жүрген алды болды ау. Өлеңді кәсіп етіп өткен ақын осындай үлгі пішіп салды жолды. Құлынша құлан мұса ақын шығып айтатын өсиет сөзін ақыл қылып, аралап көптің ішін жүргенінде жасайтын жақсыларға жақыншылық. Ит алмас бақтиярдан май көт шықтау, кездесіп белдескеннің бәрін жықтау. Үстіне әлін білмей барған адам қайтыпты қапа болып көріп дықты. Арқалы ақын сөзі тоғжан еді ау, құлтума әрбір топтан озған еді. Орынбай арқадағы ілгергі ақын заманнан бұларды өтіп тозған еді. Ақмолла ұзақ ақын Мәшпір Жүсіп заманға жатушы еді ау, үлгі пішіп. Солардың ағып жатқан теңізінен біз бақыр сөйлеп жүрміз қаны бішіп. Болып тау бейбіт ақын толып жастан, оның да асқан даңғы алталаштан. Ақмолла Бұдабай мен Әбубәкір кезінде шешендер аз бұдан асқан. Баласы Құнанбайдың Ибрахим, балқытып сөз шығарған қара тастан ақақау. Ол Нартай атамыздың өзегі ауылға істеген еңбегі, Қазақстанға істеген еңбегі. Нартай атамыздың арнайы мектебі бар, мысалы. Нартай атамыздың өзінің қайталанбас өзінің өнер жолы бар. Өзінің ізгі жолы бар, яғни Нартай мектебі деген біз Нартай Құрманбек Бейіс басқарып отырған мектеп бар, яғни өзінің Нартай атамыздың жолын қуып атқан азаматтар. Нартай мектебі жалпы әу бастан жұмыс істеп, Нартайдың өзі қалыптастырған. Арқаның сал сері әншісі Тайжаннан бәті алып, арнайы осы жолға түседі. Сонда Арқаның әсем әніменен сырдың сұлу термесін қатар тербедіп, өзінше бір үлкен дүние жасайды. Ол Нартай сазы, Нартай мұрасы болып қалыптасты. Бұлай бөліп шаруашылыққа бөліп отырған ғой. Сол кезде бестам шаруашылығы дейді. Бестам шаруашылығы бұл жаңағы ішіне 3-4, қазіргі айтқанда 3-4 ауыл кіреді оның. Сол үлгілі ауылы кейін ертеңгіре коммунизм болып аталды. Сол кездегі үлкен кісілердің ұсынысыменен коммунизм ауылы Нартай ауылы болып қайта аталды. Музейде құрылды сол жылдары. Үлкен жаңа айтып жатыр, науқан үлкен той болды. Яғни сол той артында үлкен елбасы ағаларымыз қаулы шығарып, осы музейді құрайық деп, Нартай атамыздың атынан осы музей құрылды. Яғни сол құрылғаннан бастап халық игіліне жаратылып келе жатыр. Көптеген қонақтар келеді, оқушыларымыз келеді, мектеп оқушылары. Яғни біздің ауданға келген қонақтар, шетел мемлекет қонақтары, яғни өзіміздің жаңағыдай ресми түрде мысалы ауданымызға келіп жатқан қонақтарды осы музейден аттап кетпейді. Яғни музейді әрдайым музейіміз есігіміз ашық, келген қонақтар үзілмейді. Менің істемеген жүгітім қалған жоқ. 10 шақты жыл трактор айдадым. Күрішті егіп болғаннан кейін тракторды тастап күріш өктім. Жаның бары күрішке шық, тракторды таста. Тракторды айдамай-ақ қой дегесін, күріштің жерін айдап алғаннан кейін күріш өктім. Ал енді сонан бері қарай жаман өнім алған жоқпын. Жақсы алдым. 60-тан алдым, 70-тен, 80-нен. Әйтеу 90-ға шейін алдым өнімді. Жұртым бар ұйықтап жатыр. Мен келіп өзіміздің
үйді таба алмаймын ғой. Бұрын баста отырған, біз кеткеннен кейін басқа жаққа көшіп кеткен. Сол көшіп кеткен үйдің кімдікі болса да осыдан сұрайын деп, бұла есікті бар ұстап көрсем, өзімнің бір ұстаға соқтырған нем бар еді. Құлсыратын бар еді есіктің. Сондай құлсыратын бар еді. Сонымен құлсыратын істеген жаңа құлсалықшым тұр. Өзіміздің есікке, ойбай мынау, өзімізге кеппін ғой тұра деп, есікті соқылдатым. Жетеді біреу шықты. Ал ашыңдар есікті дедім. Сол кезде жеңгем бар екен, Абайдың шешесі Тәшен деген. Ойбай, сарбас кеп қапты, сарбас кетті. Соғыста бұрын қабырдап тұрғанбыз ғой енді. Деп, есікті ашып, үйге келіп, бәріміз ұшы болып қосылып, ағайындар жиналып, отырыс болып қалды ғой. Мына Шірінкүл Қазанбаева дейтін еңбек ер атандырады дейді ғой. Мына Абрай Жақаев деген кісі 125 жылдығын өткен жыл тойлады. Ал енді сол кісілердің өмірінен, мен алғаш кезде мектепте жұмыс істедім. Өмірін көріп, солармен сөйлесіп, Шірінкүл Қазанбаева герой апамыздың қазір 90-ның 8-і 9-на қарап баратыр. Сол кісінің күріштігінде күрішін отап бала кезімізде. Сол кісі кеше герой 66 жыл герой болғанша соның жаңағы масағын теріп, мемлекетке өткізіп осы колхозда жаңағы бала жастан еңбек еттік. Жаңағы Сәрсенбекте менімен қатар өсті. Менен 3 жасар Сәрсенбек. Ол соғысқа барып келді. Осы ауылда өсті. Ал енді оның да ағасы осы ауылда пәлен жыл бастық болған адам. Бәукен дейтін. Ал енді ол да қазір қартайып отыр ғой мен құсап. Бұл 156-шы Нартай Бекежанов қазақ орта мектебі осы Шиелі ауданындағы іргелі өзіндік орны бар мектептердің біреуі. Білім ордасы жетістікте, табыста мол мектеп. Мектепте 553 оқушы қазіргі таңда оқу-білім тәрбие процесіне тартылған, 80 ұстаз сабақ береді. Оның ішінде 11 жоғары санатты, 26 бірінші санатты мамандар сабақ береді. Оқу тәрбие процесін ұйымдастыруда толық жағдай жасалған. Жаңа мектеп ғимараты 2012 жылдың 1 қыркүйегінде салтанатты түрде осы елбасының қолдауының арқасында, жүргізген саясатының арқасында тапсырылды. Қазіргі таңда мектепте 553 оқушы барлық оқу процесіне толық қатысуға мүмкіншілік алып, жұмыс жүйелі жүргізіліп жатыр. Осыған сай 2 жыл қатарынан 2016, 2017, 2015, 2016 жылдары аудан мектептерінің арасында ауылдың үздік мектебі номинациясы бойынша марапатталдық. Осы 2 жылдың қатарында 3 оқушымыз алтын белгіні дәлелдеп, өзінің білімімен дәлелдеп шықты. Жалпы алғанда қазіргі таңда қосымша оқушыларға тек қана осы білім процесі емес, тәрбиелік мағынасы бар көптеген жұмыстарда жүйелі жүргізіледі. Спорттық шаралар, басқа да осы рухани жаңғыру бағдарламасына сәйкес осы ауылымыздан шыққан ардақты азаматтарымызды ұлықтау мақсатында көптеген игі жұмыстар жүргізіліп, алдағы уақытта да жалғастырыла береді.
Ал енді мынау мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, жылқы, сиыр көп, 4000-дай литр күніге сүт беретін ек. Жеке халықтың өзінен күніге 1 тонна сүт жинап мемлекетке өткізетін ек. Міне сондай үлкен ауыл болатын біз. Ол кезде мектеп жоқ. Мектеп болғанда бір ескі жаман үйлерде оқимыз. Бірінші, 2, 3, 4 класс бір бөлмеде оқитын уақыттарда болды. Сөйтіп жүріп, әйтеуір мектеп бітіріп жұмысқа араластық қой енді. Ауылымыз қазір жаман емес, Құдайға шүкір. Енді қайылы ұйымдасқан бәрін жаңалда бірін айтып кетті. Ауылымыз жақсы көркейіп келе жатыр. Ауданда, облыста бірінші орында десе де болады енді. Өздерің білер Нартаймен, ау нарда бір болсама қартайдым. Арнасау барда өзі жоқ баяқ бұран айқайдың. Тұғырдан дауыл тыңдайды ағиға алтайдың. Тұзағы түсі мойныма кәрелік деген сайтанның. Бұғалық киген асаудай бұлқынып ала қашанбай басымды ғана шайқаймын.